туфлиңе. Содан соң түп-түзу әдемі аяқтарына қадала қарадым. Мамыр басталмай-ақ күнге күйіп үлгерген тәрізді. Аяқтары ұзын болғандықтан сары түсті көйлегі қысқа болып көрінді. Сөмкені қолына алып сырмасын ашты. Сөмкенің ішінен сұрғылт қоңыр қағаз түйіршіктері шықты. Дженни Коллан деген маркасы жапсырылған этикеткасын сүйріктей саусақтарымен маған жұмбақ әрі өте күрделі нәрседей салмақтылықпен көрсетіп басын көтергенде көзіміз түйісіп қалды. Жүрегім қатты соғып кеткендей. Салмақты қабағы қатыңқылау көрінгенімен жан толқынысында нәзік иірімдері бар. Жәудіреген мойылдай қара көздерінде жас арудың уыз тілегі, бал үміті, шырындай пәк сезімі мөлдіреп тұр. Сәлеметпісің пүсін? Қандай әдемі бойжеткен болғансың? Мені танымаған сияқтысың, дедім бір түрлі сезімнің тұңғиығына түскендей әбіржіп. Жоқ, Кемал аға, мен сізді бірден таныдым, бірақ сіз мені танымай қалған шығар деп назарыңызды аудартқым келмеді. Арада біраз үнсіздік орнады. Қайда қарарымды білмей сөмкелер жатқан сөрелерге көз тастадым. Жас қыздың сұлулығы, бәлкім, көз тартар қысқа көйлегі, әлде әдемі тұнық қара көзі, шашы, қасы, ерні ме, білмеймін, мені ыңғайсыз халге түсірді. Сөзім де, осы тұрысым да жасанды сияқты болып кетті өзіме. Қазір немен айналысудасың? Университетте, сынаққа дайындалып жатырмын. Әрі осы жерде жұмыс істеймін. Дүкенге күн сайын жаңадан зат сатып алушылар келеді. Өте жақсы. Сөмкенің бағасы қанша? 1500 лира. Деп сөмкенің астындағы бағасы жазылған қағазды оқыды. Бұл қомақты ақша еді. Сізге Шынай ханым жеңілдік жасар мүмкін. Түскі ас ішу үшін үйіне кетті. Қазір ұйықтап жатқан болар. Сондықтан телефон соға алмаймын. Кешке қарай келіңіз. Әуре болмаңыз деп қалтамнан әмиянымды алып ақшаларымды санай бастадым. Қолына 1500 лираны ұстаттым. Пүсін сөмкені қағазға мұқият орап, әдемі пакетке салып берді. Осы сәтте оның әдемі сүйріктей саусақтарының тез әрі кербез қимылдарына қызыға қарап тұрғанымды ішінен сезгендей болдым. Сөмкені маған сондай сүйкімді нәзіктікпен ұсынды. Рахмет, пүсін, Несіпет әтеге, әкеңе. Сол сәтте Тарық мырзаның аты есіме түспей қойды. Әкеңе сәлем айт дедім. Бір сәт оған қарап тұрып қалдым. Ішімнен бір қиял елесім шығып жұмақтай бір мекенге пүсінді қапсыра құшақтап, аймалап сүйіп жатты. Бұл не сайтан сезім? Не болды саған жүрегім? Аяғымды жылдамдата басып дүкеннен шықтым. Не деген тәрбиесіз, ұятсыз адам ем. Пүсін соншалықты сұлу да емес қой. Сыйлығыма қарадым. Сөмке ұнап тұр. Сибелге де ұнауы сөзсіз. Сибелді сүйемін дедім өз-өзіме. Содан кейін дүкенді де, пүсінді де ұмытуға тырыстым.